алдыңыздарда республикамыздың эмгек сіңірген артисти, сіздер сүйген, біз сүйген қуыдылағайыз Абдулда Иманқұлов қалчаларына келіңіздер. Men sizliginde Sassuloga alğanda tüşü uçuras qatırar bari. Rahmat, assalamu alaikum, hurmatlı, çın yürekten men жақсы көрген, сүйген, оштық туғандар, құтманды кешкіздеріне. Biz sizlerмен şu жылдың başında жолығышып атабыз. Ылайым ушул жыл жақсылықтың, биримдиктин, ыркырашпай, тартышпай, ынтымақтың жылы болсын. Береке толған, құт береке толған, тоқшылықтың жылы болсын деп тілейлі. Рахмат сіздерге. Біз бұл концерт деген бір 5 күн, 10 күн мұрда сөйлешінбек. 1 ай, 2 ай керек болса 3 ай мұрда мақұлдашышамыз. Шу тынуамда отырып алып, тынар мен, администратор үшеуіз отырып алып, қанша күн қойсақ жаңа жылдан кейін. Біріміз айтты 4 күн қояды, біріміз айтты 5 күн қояды, жоқ 10 күн қояды. 10 күн қойғыдай Самара Каримов орып кеттік бере жөтірші. Ел болот, болбойт, тартпай қаламыз деп атып, ойшыл деле 7 күнгі ақырғы 6-7-сіне күндізгі сиястарды болды. Мұның шынтып келіп бергеніңіздер үшін сал толып 7 күн батпай, аның ішінде күндізгі сиястарды қошқанды. Келіп бергеніңіздер үшін алтын аласыздерге рахмат едім, рахмат сіздерге. Әлеме, мына Сасуга бойынша тынар айтып отыр? Жоқ. Тынар айтып отпайды, бұл ештеген деле сескен жоқ, білген деле жоқ, ошын демақылдайлы жүрет депші. Еме, қандай десем, мен еме бері бүрсе қалпаңымды аспан қырғытып сүйіне тұрған, бербей қойса көп көремен тағынып жатып ала тұрған моменттен өтіп кеткен. Ошенседағы рахмат, ел бар екен, жұрт бар екен. Мына ошо президент указ шыққандан бері мен танығандарда да, танымағандарда телефон çalып құттықтап атсақ, башқа қылып атат, интернеттен оқып атам, барды біразы. Аңсығандай сіздердің дағы жүзіңіздерден көріп тұрам, мындай борорып қарап атқанларға. Тұрмышта өзінің ішінде болады қой, жаңағы көпке шейін тұрмышқа шықпай қалған қыздар болады қой. 30-тан 35-тен ашып кетіп, ошонда аға туғаны аябай переживай деді емес пе? Ойланып, уақыт өтіп баратар, ептеп тұрмышқа шығып баланы шақар болып қалса болады еле. Деп атыванан кейін 35-терге барғандан кейін ұлуы кичүүгү ептеп біреуге тиіп кетеді қой. Ошонда бардық ем болды, ем Құдай бұйырса, төресі төреп қалар, төребесе бір бәле болмай, ішіңіз тынып қалса болды. Деген қарадалы қысқа еле маға қарап атасың арасты. Бұл нәрсе ұшында екен, жаңағы мен ұшында түсіндім да, жаңа кейбірлері бар ғой, оймеға тегір сыйдық белгілерін, маған белгілерін мен білген емесмін. Мен машинеде кетіп атып ұқтым, анан ұқтап жаңы ойғырды мені ошолды біреу чалып үрдей ошолды. Ұшының бар қалып екен мен кешегі. Себебі аға чейін документ даярдайды екен. Документ жоқ, бербейді екен мұны. Жаңағы мен білген жоқ олем жөн өлең шындай аспаннан түсе қалды дегендер, алар барып, сөйлесіп, документтің барын тапсырып, бергенін беріп қойып, білмексен болып жүргендер екен. Анан президент указ шыққаннан көш кеткендер екен. Мұны жаңағы Жамбылаевты да атпайды, заслуг алды десем қанша қалды дегенде. Декабрьдің 15-терінде президенттің администрациясынан чалып қалышты маған. Алдығы тест документіңізді растаңыз,
даярдаңыз, лично президент өзі указание берди деп. Даярдайын десем, көрсө менде екеле документ бар екен. Паспорт анан ЗАГС болды. Нормальный акылестүү артисттердики да ЗАГС'дагы 5-тен 6-дан экен. Адагы урап менде билбөөр экен. Ошентип атып неме болду, мен şu ойлоп койдум да, ошо Кыргызстанда мындай көгөргөн экеле киши бар экенбиз. Бирөө мен пока президент өзү айтып, өзү неме кылмайынча көгөрүп мен жүрдүм. Анан кечээ жакында пресс-конференция өтүп атканда президент ачыгын айтты, Текебаев арыз жазсын, мен мунапыс берейин десе, мен антип түрмөдөн чыкпайм деп көгөрүп отурат. Мен эме урматтуу туугандар, бул нерсе боюнча эме жана Пынар айткандай эртеби, кечпи табылышка, башка болушка атым жок, балким ошондой неме болгондур. Ошон үчүн ошо өзүмдүн атыман, сиздердин атыңыздардан мен президентке рахмат айтам. Рахмат. Мен сахнада жүргөнүмө быйыл туп-туура 35 жыл толуп, 36-жылга кетти да. Өзү элге таанылып алыш оңой экен да. Бирок узак убакытка чейин мынтип эл кетпей туруш бул азаптын гана азабы. Билген киши, ато жылдыздар толуп турат бизде, 3 жыл болот, жылдыз болот, 5 жыл болот, анан бүтөт. Мен балдарга айтып коем, Кудай буйруса дагы бир 4 жыл туруп турсам, ошондо 60ка чыгат экенин, тиги десем, Пынарга окшогондор эми 4 жылда жүрөбүз, эрте бир байла кылбайбыз деди. Жана өзү айтып атпайбы, уктап атканда барып аңдып атам. Мага боорор мындай электип кеткенде эмес о. Деп жатсам Теки келип аңдыйт дагы, нар жака туруп алып, Урусбекке кыйкырып атат. Мунун дагы эле дем алып атат дейт. Бул шляпа менен неме плащ деле күтүп атышкан жок булар. Булардын күткөнү дагы толтура. Ну, ничего, да көп күтөт булар. Ошол заслуга боюнча көп жерде барган жерде керек болсо уруш кеткидей болуп айтышат да мага. Сен эмнеге албай жүрөсүң? Сага эмне билүү дебей жүр. Эмнеге? Как будто алар берип атса мен албай жүргөндөй болчу. Андай суроолор көбөйүп кеткенде ар бир адамга мындай кылып айта албайт экенсиң деп түшүндүрүп. Ошондой неме суроолор көбөйүп кеткенде илгери мен Шубашкы филармониясында жүргөндө Раматылык Азада Бейгикулова бир жакшы ушундай отурушта бир окуп бергенде жана талантты сүйгөндөрдүн эсинден деген жаңы жактым. Ушул кандай экен деди эле, жакшы экен дегенбиз. Белгилер кандай түшүнгөн билбейм, мага андай действие берген эмес, себеби мен андай жакшы элем да. Кийин ойлонуп көрсөм, нак ошол эженин жазганыры менин немеме жакыныраак болот экен да.